креатив орталығынан ертең креатив таппай қалып жүрмейміз бе? Қазақстан потенциалы жақсы. Ақпаратқа біз апарып мәдениетті жабыстырғанда реформа бола ма одан? Ақпарат министрлігіне кішкене жаңа бір серпін керек сияқты. Біздегі көп нәрсе қазір шетелдің қосымшалары келіп жатқан. Или креативный боласың, или сен табиғат бермеген саған ештеңке. Ақша игерудің тәсілі болып кетпесе екен деп ойлаймын да. Біздің журналистикадағы реформа, ол жарнама туралы заңдағы реформа арқылы келу керек. Алкоголь болмайды деу керек, темекі тартпаңдар деу керек. Туалетный бумага шығарып өзіміздің қонақ үйімізді, үйлерімізді толық қамтамасыз ете алмай тұрып, бізде бір туризм дамыту деген ол қиындау сияқты. Қазақстанда туризм ешқашан дамымайды ол. Қазір мысалға тек қана отчеттар арқылы ғой барлығы күшті болып тұрған сияқты болады да. Вот оны ойлану керек екен, не? Ескі Қазақстан әдістерін қою керек деп ойлаймын, жолдауды қолдау дегендерді. Қадірін кетірмеу керек өйтіп. Энергетиканың жетіспеушілігі 20%-ке дейін жетеді. Біз мәжбүрміз, одан басқа амалымыз да жоқ негізінде. Неге оны жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек. Сәлем достар, мінекей қылышын сүйретіп күз келді. Біреулер үшін алтын күз, біреулер үшін мектепке баратын уақыт, астаналықтар үшін куртка киетін мезгіл, ал қазақстандықтар үшін президент жолдауын күтетін уақыт. Сол президент айтады, біз бірдеңе жасауымыз керек, сол айтқанына қарап деп жасасақ па деп отырмыз бүгін. Енді сіздерде жасағыларыңыз келсе, бір жақсы нәрсе жасаңыздар, біздің каналымызға жазылып қойыңыздар, подписка дегенді басасыздар, қоңырауды басып қойсаңыздар, біздің жаңа подкасттарымыз шығып отырады. Сонымен не жасаймыз деген тақырыпта бүгін бізде Аршат Ораз келіп отыр, менің досым, великий ужасный, скрытый серый кардинал, білмейтіні жоқ. Ойының бәрін даже адамдар біреудің ойын ұрлап алып, әлеуметтік желіге жарияласа да, сен жариялауға дерінесің де. Енді жолдауға көшейік. Біз енді өзіміздің саламызға жақын болсын, бірден көзге ұрғаны креативті индустрия деді. Креативті индустрияға біз көңіл бөлуіміз керек, соны дамытуымыз керек. Енді күлтсіз креативтік орталықтар ашу керек облыстардан дейді. Бізде облыстарда жастар орталығы бар, ана бірдемке орталығы, зейнеткерлердің орталығы, жұмыспен қамту орталығы деген. Олардың қалай жұмыс істейтінін білеміз. Біз жастар орталығы жастармен жұмыс істемейді. Жұмыспен қамту орталығынан ешқашан жұмыс таппайсың. Креатив орталығынан ертең креатив таппай қалып жүрмейміз бе? Оны создавать етеді. Креатив орталық негізі Астанада бар ғой. Жалпы президенттің айтқан сөздерінің ішінде жаңа жасанды интеллектке де көңіл бөлейік деген жерлері бар. Мен бір жолдаудың өзіме қызық жерлерін ғана түртіп алдым өзіме. Креативтен бастайық. Креативтен. Менің ойымша креатив деген ол әлгі бір ақын, жазушы болатын сияқты бір туа біткен талантты. Сен или креативный боласың, или сен табиғат бермеген саған ештеңке. Оны сен креатив орталығына барып, оқып, инженер болған сияқты креатившік болып кете алмайсың да. Яғни мысалға фотошоп білетінен барлығы дизайнер емес қой. Сондықтан креатив, кішкене фантазия керек, талант керек та бәрі ол жерде. Жалпы бір нәрселерді көшіре бермей, өзіңіз бір нәрсе жасау керек деген соған. Не жасау керек енді? Жасау керек деп өзі бірдеңке жасау керек дейміз. Тура осылай бәрі сөйлейді, шенеуніктер де сөйлейді, біз де сөйлейміз. Не жасау керек ал енді сөзден іске көшу үшін? Енді мына тұрмыста пайдаланатын нәрселер жасау керек та, мысалға біздегі көп нәрсе қазір шетелдің қосымшалары келіп жатқан, қызмет түрлері бәрі. Соның нәрселер өзіміздің отандық нәрселер жасау керек деп түсініп тұрмын. Астана хаб бар бізде. Ішінде толып отырған Қазақстанның миы дәу айтишниктер. Оларға тегін зал береді, тегін кеңсе береді, офис береді. Тегін енді интернет береді. Солардың бірден өнімі бар ма? Креативный орталық сол ғой. Олардың жұмыстарын қарап жүрмін. Негізі жақсы стартаптар болып жатыр, көмектеседі. Бірақ тек қана Астанада да, соның барлық өңірлерде сондай нәрселер ашылса, бөлімше қалып. То есть креативный орталық деген примерно сондай болды. Өйткені өңірлерде де бар неше түрлі талант жастар, бірақ барлығы Астанаға келе алмайды да, мысалға. Астанаға сондайлар жақсы мүмкіндік негізінде. Менің ойымша бұл IT тұрғысынан Қазақстан ондай
артта қалып жатқан жоқпыз негізі. Қазақстанның потенциалы жақсы. Вот IT тұрғысы бізге белгілі бір өнім береді. Біздің шынын айтқан кезде, қалай сыртқа шығып қараған кезде өзің білесің ғой, біздің цифровизация қаттап кеткен бізде. Иә. Біз мына телефон шетелге шыққан кезде байқалады. Иә, мына телефонымызбен біздің бүкіл құжатымыз осында, телефонның зарядкасы осы болды, елдің ішін аралап жүре бересің деген. Бірақ менің қорқатыным жаңағы креативтік орталықтар, ән кружогы, би кружогы деген вайн түсіретін, TikTok хаус сияқты бір непрактичный бірдеңкеге айналып кете ма деп. Бірақ оның өзі мысалы ақпаратты жеткізу амалдары ғой. Сондықтан TikTok болса да, басқа нәрсе болса да, кейбір халыққа жеткізетін ақпаратты сондай форматта жеткізсе, одан қашып керек емес деп ойлаймын. Қазір жастардың, балалардың алатын ақпарат сол видео түрінде ғой. Сондықтан ол мысалы сен 42 жастағы адамсың, кішкене сонда скептик қарап отырсың да. Негізі менің ойымша ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Әркімге әртүрлі қылып беру керек ақпаратты бәрібір. Жоқ, ақпарат беретін үшін енді бір беретін ақпарат болу керек қой, бір өнім болу керек қой мысалы. Болады ғой мысалы болған кезде қалай болады егер елдің бәрі сол кружокқа, TikTok хаусқа кетіп қалса? Ондай болмайды. Мысалы түрлі мемлекет бағдарламалары болады, мысалы үй сатып алу туралы, сондай нәрселердің бәрін халыққа түсінікті тілде жеткізу керек та. Креативтік индустрияның бұл жердегі басты мақсаты біздегі әлгі қатықпаған, калькаға толы шенеуніктің тілін, ақпаратын халыққа жеткізу. Иә. Сол ортадағы мысалы копирайтингтің өзі де креатив нәрсе. Тек қана мысалы IT құралдар ғана емес, қосымшалар, қызметтер емес, жаңағыдай ақпаратты жеткізу амалдары да сол креативке жатады. Жақсы. Сондықтан да бұл енді үміттенемін мен, бірақ дегенмен әлі де бір ішімнен қылпылдап әлгі дворец молодежи сияқты елестеп отыр да маған креативный индустрия. Жоқ, бұрынғыдай тек қана отчетқа тірелген нәрселер жасамаңдар деген сияқты сөз ғой. Қазіргі тілмен қарапайым жеткізу керек та барлық нәрсені. Айтып креативтік орталықты құруға облыстағылардың миы жетпей қалып, аймақтағылардың сонан кейін олардың да қалай креативит ететінін білеміз ғой. Креативті орталықтар үйірмелердің басын қосып қойған дворец молодежи сияқты болып кетпейді деп. Сөйтіп мен де үміттенемін, бастамасқа ол бір ақша игерудің тәсілі болып кетпесе екен деп ойлаймын да. Жақсы, сосын енді келесі тағы қандай тақырып болдық? Сен өзіңнің жолдаудың. Жаңа министрліктер құрылды. Меніңше олар маңызды кейбір нәрселері. Спорттың бөлек кеткеніне қуанып отырмын да. Спорт пен математика. Ақпарат министрлігіне кішкене жаңа бір серпін керек сияқты. Әлі бұрынғы амалдармен жасалып жатыр ғой бізде. Мемлекеттік тапсырыс барлығында. Мүмкін соған кішкене реформа керек сияқты. Пропаганданы азайту керек сияқты да. Ақпаратқа біз апарып мәдениетті жабыстырғанда одан бір не шыға ма? Реформа бола ма одан? Енді ақпарат пен мәдениет екенін білмей бір-біріне қалай келетінін, бірақ енді ақпарат саласын айтамыз енді. Ақпаратқа шынымен де бізде сол баяғы советский пропаганда, бірақ ол кеңестік пропаганда идеология арқылы жүретін болса, кішкентай кезінен тәрбиелеп, бізде ақша арқылы жүреді. То есть ой еркін адамдарды мемлекеттік тапсырыс арқылы ойларын сатып алады да болды. Менің ойымша қаптап шыққандарды сайттардың, ұсақ-түйек сайттардың, ешкім оқымайтын сайттардың өзінің барлығына кішкене ақша беріп қояды да, бәрінің аузын буып отыр ақшамен. Ол реформа болса қалай болуы керек? Мемлекеттік тапсырысты азайту керек, немесе алып тастау керек. Мысалға, сол кезде біздің 80% ақпарат көзі қалады. Газет керек па? Онда бір кәсіпкер алсын, шынымен, жаны ашитын болса. Мысалы, ешкім оқымайтын газетке, сайтқа неге ақша берілу керек? Бұл жерде бір нәрсе бар. Мемлекеттік тапсырыс кірген сәтпен бастап бізде рекламаны алып тастаған екеуі қатар келді. Бірінші газеттердің барлығынан алкоголь мен табактың несін алып тастады, рекламасын. Ол деген сұмдық миллиардтаған ақша болады. Сосын барлығы ақшасы қалып қойды ғой енді, рекламасы. Сол кезде
біз үкімет сендерді аштан өлтірмейді деп мемлекеттік тапсырыс бере қойды. Демек жарнама саясатында кішкене басқаша қарау керек дейсің ғой. Иә, бізде қазір букмекерлікті алып тастады. Оны тек жаңа жылдан бастап тек спорт сайттарына ғана салатын қылды. Оның барлығы жаңағы адамдарды лудоманиядан құтқарамыз, алқаштықтан құтқарамыз, темекінің түтіннен құтқарамыз дейді. Пропагандасы болмайды. Ондай болса, мүлдем барлық нәрсеге тыйым салыну керек. Сухой закон болу керек. Алкоголь болмайды деу керек, темекі тартпаңдар деу керек. Сатпай. Букмекерлік болмау керек Қазақстанда. Егер ол бар нәрсе болса, оның жарнамасын неге болмасқа? Егер ол бәрібір нарықтың заңында, ол бәрібір. Мен де ойлаймын, егер сол жарнамалар келетін болса, ақшасы келетін болса, сол арқылы бізде тәуелсіз баспасөз пайда болатын. Шынымен де сол ақшаға кәдімгі журналдар, газеттер, сайттар өркендейтін еді. Бізде, бірақ ол еркін журналистиканы алып келеді, ол біздің билікке қаншалықты ұнайды. Мүмкін сол сақтандырамыз жаман нәрсені. Мүмкін билік шынымен елдегі нақты суретті көргісі келетін шығар. Қазір мысалға тек қана отчеттар арқылы ғой, барлығы күшті болып тұрған сияқты болады да. Сол кезде мүмкін шынайы суретті көргеннен кейін соған қарай жұмыс жасалатын шығар. Мүмкін биліктегілер көп нәрсені білмейтін шығар да. Оларға ақпарат жетпеуі мүмкін дұрыс. Сондықтан оны басқа тұстында қарап көру керек. Шынымен ондай болса, пропаганданың орнына журналистика дами бастайды. Иә. Сонымен реформа қалай парадоксально болған күннің өзінде де біздің журналистикадағы реформа, ол жарнама туралы заңдағы реформа арқылы келу керек деп ойлаймын. Иә, сондай өзгерістер болу керек деп отырмыз. То есть альтернативтік де болу керек. Иә. Көзқарас. Мақұл, енді туризм мен спортқа керек. Туризм мен спорт мәдениеттен құтылды. Негізі бір министрлік болып тұрған кезде 80% қаржы министрлікке бөлінген. Мәдениетке кетеді екен. Жалғыз Астана операның өзі бір постановкасына 3-4 миллиард теңге жұмсайды анау. Артындағы декорациясының өзіне. Мақұл, одан құтылды. Енді бұдан құтылғаннан кейін біздің спорт пен туризм ғажап болып дамып кете ме? Негізі мен өзім туризм маманымын. Иә. Қазақстанда туризм ешқашан дамымайды ол. Бірақ болу керек болған үшін ғана бізде бар да. Өйткені оның мынандай себептері бар. Біз үлкен мемлекетпіз. Бір жақтан бір жаққа бару бізде жолаушы тасымалы қымбат. Және сервис жоқ. Енді Қазақстанда шынымен туризм бар болса, онда бұрыннан бері шетелдіктер инвестиция салатын еді бұл салаға. Олар ақшаң еш әрине, иә. Бізде қазір тек қана әдемі жерлеріміз бар ғой енді, бірақ соны бір туризм бар деп деу үшін ғана ұстап отырған сияқты. Шынту айтты былай келсек, кәсіпкерлік тұрғыдан қарайтын болсаң, ешкім оған инвестиция салмайды Қазақстандағы. Барып келу қиын, алыс, салқын. Соны айтады ғой. Және несі өте қысқа туризм демалыс несі маусымын айтам. Мысалы, Бурабайға барасың, тек қана 2 ай ғана суға саласың да, қалған уақыттың бәрі босқа кетеді, ақшаң бәрі. Қатонға барасың, ол жақта да солай суық. Біздің туризмге келмейді. Бізде содан кейін бағасы қымбат деп айтады да, біздің ішкі туризмнің. Сол кезде Дәулет Мұқаев деген парламент депутатынан журналист сұрайды. Неге бізде қымбат деп ойлайсыз десе, енді қожайындарына ынсап керек шығар, енді олар бағасын қымбаттата бермей деген уәж айтады. То есть бізде туризмнің қымбат болғанына сол туристік базалардың қожайындарының андай алышность, сондай сараңдығы кінәлі екен мыс. Жоқ, ол енді былай ғой. Егер адам саны көп болса екен, келіп жатқан, ол кезде әрине соған қарай бағада түсер еді. Бізде адам саны аз болғандықтан, мысалы, демалыс орындары, қонақ үйлердің шығындарын жабылмайды да, сондықтан олар кішкене жоғары болады бәрі бағасы. Мысалы, Түркияның қараң, Түркияда көп бір-бірімен бәсекелес. Сондықтан ол арзан болады. Яғни олар санмен алады. Бізде олай мүмкін емес. Жоқ, мен Түркияда мысалға ол инклюзивқа барсаң, өзі қонақ үйді қарасаң, бірінші, екінші линия теңіздің жағасында қонақ үй, арғы жағы 3-ші линиядан бастап. Оның қасында кішкентай
ақыр аяқ құлақ шұқитын, тіс шұқитын шығаратын цехтар, салфетка шығаратын заводтар, ана толып тұрған теплица, жылыжай, соның бәрінен күнде, то есть бір қонақ үйдің өзі целый индустрия ұстап отырды маңайында. Күніне қаншама. Yani оларға арзаны келеді, өздеріндікі бәрі былай. Иә, соны. Ал біз бәрі сатып аламыз. Бұл кластер создавать етеді. Біз қыл аяғы туалетный бумага шығарып өзіміздің қонақ үйімізді, үйлерімізді толық қамтамасыз ете алмай тұрып, бізде бір туризм дамыту деген ол қиындау сияқты. Және туризмнің дамытушы күштерінің бірі ол жол. Бізде ондай жолдар нашар болғаннан кейін бара алмайсың. Шынымен де рас. Бізде енді ұшақ бағасы да қымбат қой, бізде ары батыстан шығысқа дейін бару мысалға. Не жол дегеннен шығады. Енді көлік бөлек министрі болып шықты. Ол да жақсы нәрсе. Бұл менің ойымша туризмға тікелей байланысты емес сияқты, бұл бір халықаралық астары бар. Бұл жерде кішкене кеше өзім Фейсбукта да жаздым. Геосаяси стратегия жатыр ар жағында. Мысалға, орысша айтқанда между строками дейді ғой. Жолдардың арасынан оқып көрсеңіз, президент көп айтты кеше жолдауда. Біз орталық Азияның көшбасшысы болуымыз керек. Және транзит елі боламыз. Ресейдегі жағдай белгілі ғой. Қытай мен Европаны байланыстыратын сол біз боламыз. Және айналадағы елдерге бұл айтқанда аға болу керекпіз да. Біздің сол тұстан көлік министрлігінің болуы әрине маңызды, ол бөлек министрлік болу керек. Осы 2 ай бұрын Қазақстан темір жолының ішінде не басталды? Өзінің реформасы. Ешкімге айтпайды әрине. Бұлай шет жағасынан білсең, олар көлік тасымалына мүлдем басқаша қарай бастады. Жаңа жолдардың схемасын сызып жатыр қазір. Мына қазіргі біздегі бар темір жол өз ресурсын бітті ғой. Оны айыра бастағаннан көрі жаңадан жол салған әлдеқайда тиімді екен, және ол заманауи жол, әлгі шетелдегі сияқты магнитный импульсивный жолдар. Сода басталды. Ақтаудың портына бәленбай ақша салып, осы 4-5 жыл кәдімгі портты үлкен қылып кеңейтті. Сосын кейін Базой арқалық темір жолын тартты. Жаңа қылып. То есть Қазақстан бұрын олар солтүстік жақпен Қостанай арқылы айналып келеді, или оңтүстік жақпен Қызылорда айналып келеді. Қазір ана шөл дала бетпақ дала ғой ортасы. Содан прямой бірақ жол тартып тастады. Батыс пен шығысты қосады. Яғни көлік министрлігіне алдын ала дайындық болған сияқты дейсің ғой, иә? Менің ойымша тіпті ана әлемдегі геосаяси жағдайды біле отырып, Ресейдің ушықтырып 2014-тен басталған сияқты сол дайындық. Түбі осылай болатынын біліп. Дәл қазір бізде, дәл қазір көлік министрінің құрылғанында біз үшін транзит, біз сол анау соғыс басталғаннан бері Қазақстан әуесінен самолеттердің арлы-берлі ұшқаны үшін ақы алады ғой. Сол 4,5 есе өскен дейді. То есть біздің аспанымыздан 4,5 есе ұшақ көп өсе бастады. Значит, жерден одан сайын көбейді. Демек, көлік несінің көліктің маңызы өте маңызды министрлік болайын тұр. Одан енді құрылыс министрлігі бөлек кетті көліктікінен. Ал құрылыс министрлігінің болуы біз үшін қаншалықты маңызды, оның бөлек болуы. Ол сала үшін жауап бере алмаймын, бірақ енді құрылыстың өзі қазір дамып жатқан сала ғой, Астананың өзінде. Онда министрлік болмай-ақ былай генпланмен немен сала берді. Оны ойлану керек екен, жарайды. Енді суды бөлдік. Су туралы айтылды. Су болашақта мәселе болатын нәрселердің бірі. Биыл Жамбыл облысының 30% деді. Егіні күйік өткен су болмай. Олар Қырғызстаннан су алады екен. Мәселе соған келе жатыр ғой. Ал Қырғызстаны тоқмақта деді ғой деймін. Водохранилище. Қырғыздар спутниковый снимок көрсетеді. Водохранилищеде су жоқ дейді.
Себебі оның ар жағындағы таулардан жиналатын тауларға қар аз түскен. Біз судың өзіміз сусыз қарап отырмыз дейді. Әлгі сөз бар ғой, үшінші дүниежүзілік соғыс су үшін болады деген. Біздің суларымыз қаншалықты не? Бізде ертісті жоғары жақтан Қытайлар буып не жасап жатыр. Гес салып жатырмыз деді. Арғы бетінен, Қытайдан келетін бетінен. Оңтүстік жақтағы судың өзінің проблемасы бар, Өзбекстаннан келеді. Сондықтан суға арналған бөлек министрлік болғаны, сол алдын ала ол да бір стратегия деп ойлаймын. Мысалы, өзіміздің суларды реттеп, және көршілес елдердің суында бізге келуін, ол да маңызды нәрсе. Сондықтан қайта-қайта айтылып жатыр да, біз осы су бойынша, ауыл шаруашылығы бойынша осы өңірдегі ірі мемлекет болуымыз керек деп. Яғни біз олардан қалған кезімізді су ала алатындай, және басқара алатындай. Өте қызық. Енді бізде жыл сайын жолдау болады. Сонан кейін оны қолдау болады, түсіндіреді. Біздің жыл сайынғы жолдаулардың негізгі бағыты әлеуметтік еді. Ана мұғалімдердің айлығын көтереміз, жәрдемақыны көтереміз. Бізде бірінші рет болған сияқты осындай жолдау әлгі бір үлкен геосаяси ойынға арналған. Және ішінде байқадың ба, руханиятқа қатысты ештеңе жоқ. Шынымен, қазір руханият деген нәрсе ол маңызды емес, адамдар өздері керек болса алады. Оған арнайы бөлек бөлім не істеп, ақша бөліп керек емес, шыны керек. Соны шынымен қарасаңыз, әлеуметтік, экономикалық және саяси нәрселер көп айтылды. Көп геосаяси нәрселер көп. Жаңағы ескі Қазақстан әдістерін қою керек деп ойлаймын, жолдауды қолдау дегендерді. Жолдаудың сапасы осы жолы жақсы болды ғой. Адамдар ұнағансын, әркім өзі айтады. Яғни қадірін кетірмеу керек, өйтіп бәріне алдын ала мұғалімдерге, студенттерге айтып, блогерлерге. Менің ойымша байқағаным, кешеден бері адамдар өздеріне осылай ұнаған тұстарын айтып жатыр. Демек, ол жолдаудың контенті, мазмұны жақсы шықты деген. Бірақ енді ортасында бар ғой анандай нелерді. Бар, бірақ дайын клишемен ескі Қазақстанның. Соны азайту керек деймін, ондай нәрселерді. Онсыз да жақсы нәрсені қадірін кетірмеу керек та. Оданша бұл жолдауды біз қайтадан айтқанша бірдеме жасау керек дейсің ғой, соның негізі. Жалпы жақсы нәрсеге жарнама керек емес те ешқандай. Былай қарау керек, мысалға нашар нәрсеге блогерлер шақырылады көбінесе. Мысалға қарапайым бір фильм, нашар фильмдерге сондай жаңа шақырады да, а фильм жақсы болса қалай болады? Адамдар өздері жазады. Бір қызмет түрі жақсы болса, адамдар онсыз да соны мақтап жазады. Сондықтан андай арзан жолдармен сондай жаңағыдай ақпарат таратып керек емес деп ойлаймын. Жақсы. Бұл да жаңа креативті индустрияға қатысты. Енді тағы бір мәселе, атом электр станциясы. 2030 жылға деді бізде дефицит энергетиканың жетіспеушілігі 20%-ке дейін жетеді деді. Болжам бойынша. Біз бірақ одан да көбірек дефицит болатын секілді, себебі бізде альтернатива жоқ электричестводан басқа. Біз электрді көп пайдаланамыз. Ана производствода, өнеркәсіптердің барлығы. Альтернатив энергиялар әлі көп дамымаған жоқ, күннен желден алу деген сияқты. То же самое газдың өзі мысалға. Бізде мысалға Европада газды кәдімгі заводта, газ заводқа дейін труба тартады, газды қосады, сол газдан балықтады, не істейді, оның энергиясын босқа кетірмей, одан өзінің ішіне электричество жасап алады да, сол өз заводын жарықтандырады, сөйтеді, бүйтеді, анандай. Альтернатива деп отырғаным сол. Бізде или көмір, или электричество. Сондықтан да бұл дефициттің болатыны рас. Бізде бір уақыттарда не болды? Референдум болды. АЭС салуға қарсы келісесің бе деген 2000 жылдар мен
жас кезім сен ол кезде Түркияда жүрген шығарсың. Сол кезде елдің бәрі анау мен семейдемін, ана атом бомбасының несі естерінде қалып қалған ғой әлі. Ойбай, болды. Атом дегенді естіді, бәрі өре түрегеліп қарсы шықты. Қазір уже біз бейбіт атомның не екенін түсіндік, халық та түсінді. Жалпы электр қуатының жетіспеушілігі не екенін түсініп жатырмыз. Ол шынымен де сезіліп жатыр. Қалай ойлайсың? Осы ол енді оның бәрі түсінікті болса да бәрібір президент референдум болғанын қалап тұр да. Иә. Халық енді өзі шешеді. Енді сенің өз ойың азамат ретінде. Мен қолдаймын болғанын. Өйткені соған біз мәжбүрміз, одан басқа амалымыз да жоқ негізінде. Жаңа сен айтқандай электр энергиясы жетіспейтін болады. Мен өзім дұрыс ақпарат жеткізілсе, оның бәрі халық қолдайды деп ойлаймын. Менің өзімнің жеке ойым, атом электр станциясына келісер едім, егер оны Ресейден басқа кез келген басқа мемлекет салса. Оны Ресей салады деп ойлайсың ба сонда? Ол Ресей атом электр станциясы жөнінен өте конкуренцияға мықты, кәдімгідей. Жоқ, мемлекет. Ол қазіргі репутациясына қарап, ол ешкім оларды жұмысқа шақырмайды деп ойлаймын. Біздікілер шақыру мүмкін. Ол жағынан тағы да референдум болса. Өздерің келсіндер ғой деп подрядчикті белгілей салу мүмкін да. Ақпаратты жеткізу дегеннен біз жаңа Қазақстан болғанмен біз жаңа ақпаратты жеткізе алмаймыз да. Біз мысалы атом электр станциясын салу туралы біз блогерларға айтқызамыз. Ол блогер әдетте журналист или хайпажор, популист біреу. Білімі жоқ. Ол айтқанына мен сенбеймін мысалы. Ойбай, атом электр станциясы қауіпсіз деп бір блогер маған айтса, маған наоборот қауіптірек сияқты, ішіңнен қорқыныш пайда болады. Мамандар айтқым керек сияқты. Мамандардың үнін естіп көрдің бе сен осы? Бір физик ядерщиктің ананы жіліктеп, бүйтіп қарапайым тілмен түсіндіріп, жеткізіп берген. Біздің мына ақпараттандырудағы бір қателіктердің бірі да, халықты шоу-бизнес арзан қылып блогерлердің қолына беріп қойды. Тек кез келген ток-шоуды қарасаң сарапшы болып әнші отырады. Бізге жаңадан бір интеллектуал адамдарды тұлға қылып көрсетуіміз керек. Солар әртүрлі саланың мамандарын. Соны енді жасау керек, оны жасайтын кім бар? Жасау керек қой. Енді жасайтын кім бар енді оны? Соны неге жасамасқа? Енді жасамасқа келгенде қайттан жаңа сол ақпараттандыруға келіп тұрмыз ғой. Тіреліп. Демек сол ақпарат саясатын өзгерту керек біз деймін. Мүмкін креативті индустрия деген кезде сол ақпарат сарасын өзгертіңдер деген не шығар. Ең басына оралсақ. Сол кезде бұрынғы ескі Қазақстан әдістерін тастау керек болды. Ақпарат министрлігіне отчет үшін тапсыруды, пропаганда жасауды, мысалы бүкіл эфирдің бәрі қазір арзан комедияндар да. Ауыл мен қала, қалаңкілер орыс болып кеткен, бірақ бай тұрады, қалаңкілер мал болып кеткен, интеллектуал еш нәрсе жоқ та бізде қазір. Соны ауылдікілер бір маргинал, алқаш, түк көрмеген қылып көрсетіп, сондайға кетіп қалғанда, қалаңкілер бәрін көріп қалған, оқыған, тоқыған, бірақ олардың тіл білмейтіні мазақ қылып, бізде сондай қала мен ауылдың ортасына да не салып жатыр, жік салып жатыр біздің креативтік индустрия қазіргі. Кинолардың барлығында, мысалы, қазақша сөйлейтін адам, ол күлкілі, сондай төмен интеллект адам. Сондай қылып көрсетіп жатыр да. Сол нәрселер өзгерту керекпіз біз. Сондай шаблондардың бәрін қиратып. Соден жасайық енді. Енді егер де бізге ақпараттық, креативтік шаблонна қазіргі біздің, егер бізге осындай калькалардан құтылу, креативті ойлар қажет болса, біз дайынбыз, Әрине. Сондықтан да айтылды, президент айтып жатыр, ел айтып жатыр, біз айтып жатырмыз, енді соны жасайық. Жасау керек. Өз қолымыздан келгенін жасаймыз. Соны неге жасамасқа? Жасау керек.